Бүгінгі ойынның тақырыбы таныс жағдай. Бұл жағдай барлығыңызға таныс шығар. Мектеп кезінде әр мерекеге арнап көріністер ойнайтынбыз. Сонымен тамашалаймыз. Жеңіс күніне арналып қойылып жатқан көрініс. Қаш бері! Бері қарай қашсай! Асығыз сонда қабарлап болмай атып атқан. Командир, не болды? Соғыста өлеміз бе? Тамаша болайық та бетші баласы. Енді өліп қалмайық деп жүр қой соғыс. Тоқтатсайшы алар бірдеңе деп. Қазір тоқта. Немісі ысқыш. Немістер әу! Тамақ кеп қалды, мен соғыспаймын. Сәліңе сәл екіде бастаймыз. Мен өзім соғысайық деймін, сол кезде соғысамыз. Жеңшелерің әбет бері жатып, ішіп алайын мен соғыс. Бақыма, атпаңдар, соғысың заңы бойынша тамақ ішіп отқанда атпаймыз. Соғыста да әбет болған ғой, давай. Тамақ жеміңіз қанем? Қанем, несі? Жолдас командир де, жолдас командир. Неге бір жерде уәзір болып істегенсің бе? Жолдас командир дейсің дұрш? Тағынандай макарон бері жерген ба? Бергенін әкеп отырық қой енді? Бергенде дұрыста тамақ бері жермей ма? Кеше балдардан естіп алдым, тура осы біздің батальонға тамақ жағына масқара ақша бөлінеді дейді. Қойш? Жеп отырды алаяқтар, біз күніге бермешел жеп отырамыз. Негізі кәдімгі мынаның орнында 5 бармақ жеп бүйтіп ситсибили қосып тұрып ұру керек қой бізге. Сөйтіп соғысуымыз керек. Дұрыс қой, аналар жаман тамақ жейді, өлтіріп соғысады. Мейлі жибереген. Жолдас командир. Бұлай істейік, аналар байқамай отқанда, атайық да? Фашистер ме? Атайық та. Тентексің бе? Бет көрісіп жүрген фашистер ұятпын. Аудио алам деп жүрген біреуден. Сөйлесіп қойдың кеше. Соғыс қой бұл? Соғыс қой бұл? Соғыс онда екеуміз біреуін атайық. Қазір бірдей өліп қалып, тағыдан бірде тірғап кетіп басымызға бәле болар. 1, 2, 3 дейміз, сол кезде бірде атамыз. 1, 2, 3 ат. Сол екеуміз біреуін атқанымыз жаңа. Келісі болмайсың ба сен? Сарысын атам деп, қарадана білден ал. Түгіңді білдірме. Қарады, өтіп тамақ жеп отқан сияқты болсын. Тұр орнынан. Білді. Тұр орнынан. Аттаймыз деді қой. Соғыс заңдылығы бойынша аттаймын. Мына фамилиясы кім? Фамилия кім? Мына фамилиясы кім айт? Бөбейіп. Сен наң кім? Тасқан. Бір емесе атыспаймыз деді қой. Ертең әке-шешелерін ертіп келесіңдер. Алтауымыз китлердің алдына кіреміз. Өзі сөйлеседі. Болды. Бір емес, екеміз. Кешіріңізші апай. Болмайтын. Қайтарда кешіріңізші. Не біле ол? Сен әрнеде кешіріңізші апай. Қанат. Бірінші рет па? Осы соғысты аңсап қаласыңдар ғой. Мұна соғыс 1-2 жылда бітеді, құдай қаласа 9 майда. Примерно. Бұндай соғыс, анау дәу соғыстарға барған кезде сендерге бүйтіп бұлай атыс деп айтпайды. Қолыңа автомат бер жерет, соғысасың, болды. Мақсат? Бұл нәрсе көріп жүріп отырма саған? Не мәссің? Не балыққа кегесін ма, не киіп ағасың? Мұна соғыс форманы не үшін әперді? Аяқтарыңа бертсейді, не үшін әперді сендерге? Анау, өздеріңмен қатар 8 жүр отан қараңдаршы. Үшеуі бір мылтықпен, бишарылы, үшеуі бір мылтықпен атыс жүр. Әке-шешең азаннан кешке теліп тепші саған бұрын жилетке әперген жоқ па, Қанат? Әйтеуір осы балам соғыста жүр ғой, әйтеуір оқ тисе де өліп кеттесін, осыған әйтеуір қорғап қалады ғой деп, Қанат? Сен істеп отырсың мынау. Кішкентай бала емессіңдер ғой, болды ғой. Бір емес, екі емес. Дей берсең. Болды мен. Мақсат, сен әлі күліп тұрсың ба? Сен мазақ қып тұрсың ғой мен, Анау, білесің, ана әке-шешесі бәле құр. Ертең жазатта жібереді. Сотталасыңдар да кетесіңдер, сотталасың. Соғыс таппай қаласыңдар, соғысамай қаласыңдар. Болды деп тұр. Мақсат, сен әлі күліп тұрсың. Мазақ қып тұрсың ғой сен мен, Екеуің де әке-шешелерің келесің. Бір емес, екі емес, күйдірдіңдер ғой адамды. Менде пистолет бірақ. Жаңағыдай болып қалмас. Апай, біз емес, апай. Жандарым, рахмет. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Миллион командасы арнайы Big Production. Миллион командасы
Шымкент қаласында жұмыс жасап жатқан Big Production